Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай адамдардан аулақ болу керектігі туралы болмақ. Адамды қалыптастыратын да, бұзатын да ортасы. Қандай адамдармен ойланып араласу қажет? Ал кеттік. Бірінші, сыншы. Оның белгілері. Ол адам жасаған барлық нәрсеге айып тағады. Өзгенің әр қимылы және әр демі оның ашуына тиеді. Айналасындағы адамдар еш нәрсені дұрыс істемейді. Сыншы адам өзгеге ешқашан дөрекі ештеңе айтпауы мүмкін. Бірақ ол өзгенің сенімі, сыртқы келбеті, ойларын өзгертіп түзеп отыруға тырысады. Бұл көбінесе өзін-өзі бағалаудың төмендігімен және бәрін бақылауда ұстауға деген ұмтылыспен байланысты. Екінші, пассивті агрессор. Ал оның белгілері: мұндай адаммен әдетте өзіңізді қылыш үстінде жүргендей сезінесіз. Оның не айтқысы келгенін білмейсіз. Ол сезімдеріңізді жоққа шығарады, сарказммен сөйлейді. Мақтағанның өзінде оны күмәнді жеткізеді. Пассивті агрессия ашудың жабық көрінісі. Егер адам жай сөйлесе алмаса, бірақ сарказмды қорғаныс механизмі ретінде қолданса, түсініксіз хабарламалар жіберсе немесе өзінің жағымсыз эмоцияларын тікелей көрсетпесе, бірақ мұны тек жасырын түрде жасаса, сіздің алдыңызда пассивті агрессор отырғанын ұмытпаңыз. Келесі, нарцисс. Ол бәрін біледі. Ол бәрінен де жақсы және оны әр минут сайын еске салудан тартынбайды. Сіздің жетістігіңіз туралы өзгелер сөз қылса, міндетті түрде қосылып, өзінің жетістігінде сөз етеді. Тек мақтау күтеді. Мақтамасаңыз өкпелеп қалуы мүмкін. Өмірі өзгелермен бәсекелесіп жүргендей болады. Төртінші, жабық адам. Әңгімеге қатысудан бас тартады. Проблемалар туындаған кезде өз сезімдерін бөліспейді. Ол үнемі тікелей сұрақтардан жалтарады. Осыған байланысты басқа оның жанындағы адам өзін елеусіз, адал қарым-қатынасқа лайықсыз сезіне бастайды. Және де бесінші, асоциалды тұлға. Бойында социопаттың ерекшеліктері бар: агрессивті және ашушаң, ызақор. Одан бөлек психопатқа тән белгілері де болады. Өкіну мен жанашырлықтың болмауы, басқаларды өз пайдасына пайдалануға бейімділік, ашкөздік және кек алу. Осымен достар, дәл осы 5 түрлі адамдардан аулақ жүрелік. Сіздермен болған оңай каналы. Бүгінгі видеомыз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше достар.